Ассалаумағалейкум, қазақ елі, арнамызға қош келдіңіз. Әлемде және Қазақстанда болып жатқан маңызды және шұғыл жаңалықтарды арнамыздан бақылап отырыңыз. Видео күйінен тарап, қажеттілер ету үшін видео астындағы бір лайк және жазылу түймелерін басыңыз. Қолдарыңыз қабатулан қабырғалана тесін. Бізге қосылыңыздар, біз сізге ең жақсысын жалғастырамыз. Ал ендеше бастадық. Президент құрылыс материалдарын шығаратын металл формер зауытын аралап көрді. Президент жабындылар және қаптама материалдарын шығаратын металл формер жүйесінің өндіріс желісімен танысты деп хабарлайды ел.кз ақпарат агенттігі. Ішкі нарыққа шығарылатын зауыт өнімі шетелден импортталатын алюминий профильдерді 15%-ға дейін, ал шатыр жабындылары мен фиброцемент панельдер импортын 40%-ға дейін алмастыруға мүмкіндік береді. Мемлекет басшысына өндіріс цехымен дайын өнімдер көрсетілді. Қасым-Жомарт Тоқаев импорттан келетін құрылыс материалдарын өзіміздің отандық өнімдер алмастыру керек екеніне назар аударып, мұндай кәсіпорындарды қолдаудың маңыздылығын атап өтті. Сондай-ақ президент зауыт жұмысшыларына табыс тіледі. Толығырақ төмендегі сайтымыздан көре аласыздар. Егер де біздің видеоролик ұнаса, подписаться және бір ғана лайк түймесін басып кетулеріңізді сұраймыз.